Ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ. В общем, боларсыз болды. Боялысымды кішкене стресс снимать етейін деп тренировкаға келдім. Достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Барлық болып жатқан ситуациялар мен жағдайлар туралы толығырақ осы телеграм каналымда айтатын боламын. Телеграм каналға осы сілтемені басып өтіңіздер. Сол жерде сұрақтарыңызды қоя жатасыздар. Сол жерде мен барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Ал достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Осы тренировкадан шығып, депрессияның барлығын қалдырып, стресстің барлығын қалдырып, залға жуынып алып, бодрый болып, үйге келе жатырмын. Бір рахаттанып қалдық. Не жағдай болмасын, тренировка құтқаратын. Менде тренировка бар. Тренировка мен сүйет, мен тренировканы сүйем. Шын сол. Керек жарақтарды алып, осындай. Қасымда мына брачка бар. Дончик. Ой, Дончик. Камераға. Фу. Менде мұнда керемет өзімнің заказым келді. Ол қандай десеңіздер, мінекей Майсата сушидан осындай керемет пиццасы мен братишкам. Қалай пицца, күшті ма? Күшті. Күшті ма? Осы жерде неше түрлі пиццалар мен неше түрлі сушилар. Короче, осындай комплектмен келді бізге. Палочкалар мен Майсата суши көп рахмет, жасай беріңіздер. Өте дәмді. Біз уже бір пиццасын жеп қойдық. Иә, Танчик? Андан жегің кеп тұр ма? Давай, андақ сенікі. Сол? Иә, әрине, суши мен, но өзіміздің ұлттық тамақ, ол ұлттық тамақ, как всегда. Ет. Ет дегенде бет бар ма дейді ғой. Ет турап қазір. Флаг, короче. Флагқа қарап тұрып, патриоттық сезіммен ет жеймін ғой қазір менше.